менің саған айтпағым бар. Өмірде кімге ғашық болып, кімді сүйгенің маңызды емес. Маңыздысы өз ата-анаң мен отбасыңның, бауырларыңа қаншалықты сүйікті болғаның. Олардың көздері, ойы, жүректері әрқашан саған бағытталып тұратынын ұмытпа. Қиындықтарға тап бола қалсаң, сенің артыңда қанша мөлдіреген көздер мен таудай үміттердің саған ынтазар болып тұрғанын сезін. Ата-анаңның сенің жасаған әр істеріңнен не мақтанатынын, немесе ұятқа қалатындығын ойла. Бауырларыңның сенің жетістіктеріңмен қаншалықты қуанатынын ойла. Олар сен құлаған сәтте саған бар ынтасымен көмек көрсеткенін ойла. Саған өмірде бір мезетте тоқтауға уақыт жоқ. Өмір онсызда уақытын босқа өткізіп, бар мүмкіндіктерінен айырылған адамдарға толы. Қолыңнан келгенше барлығына көмектес. Басқалардың жетістіктерімен шынайы қуануды үйрен. Көпшіл бол. Өмірден шаршадың ба? Сен сәби кезіңде сені шаршамай, ересек уақытыңа жеткенше қадағалап, тамақ пен тәрбие беріп өсірген анаңды ойла. Сағың сынды ма? Сен үшін өмірдің қарбаластарынан сағы сынбай, саған нан тауып келген әкеңді ойла. Өмір әділетсіз дейсің бе? Ендеше әділетсіз деп бағалаған өмірде артыңнан өсіп келе жатқан іні қарындастарыңның сенің көмегіңсіз аяусыз өмірден қалай жол табатындығын ойла. Әрбір ағаш, өсімдік, жануар, тау, топырақ, қыран, қарға, піл, құмырсқа. Бұлардың ешқайсысын Алла Тағалам бекерден бекерге жаратқан жоқ. Енді осы жаратылыстардың сұлтаны дей келе, сені бекерге жаратты деп ойлайсың ба?